Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін француздың багет нанын әзірлейтін боламыз. Бір жасағаннан өте оңай, жеңіл дайындалатын багет нанымызды сіздер де бір жасағаннан жасап шығасыздар деп сенемін. Енді бізге багет нанымызға қажетті заттарымыз дайындап аламыз. Бізге ең алдымен су қажет. Су бізде 550 грамм су, жылы су қазір менде дайындап қойғанмын. Енді осыған сары майымызды салып, кішкене қасықпен басып жібереміз. Бөлме температурасындағы су. Енді шекерімізді саламыз және бір жұмыртқамызды және дрожжымызды қасықпен өлшеп, бір чайная ложка дрожжымызды саламыз. Тағы да дәл осылай енді тұзымызды да қасықпен өлшеп саламыз. Бір чайная ложка тұзымызды. Енді ұнымызды кішкене қолымызбен майымызды езіп жеріп барып, бір араластырып ұнымызды саламыз. Ұнымызды дайындап өлшеп әкеліп қойғанбыз. Енді ұнды саламыз. Ұн 1 килограмм, бірақ ұнды керегінше салыңыздар сіздер. Себебі әр қалада, әр өңірде ұнның түрі көп болады, бірақ бір ұндар суды тез көп өзіне қажет етеді, біреулері көп қажет етпейді. Сондықтан ұнды 1 килограмма егерде сіздерде сұйықтау болып жатса, кішкене қосуларыңызға болады. Ал егерде мысалға біреулерде суды ұнымыз көп болып кетеді, 1 килограмм ұнның өзі. Ол кезде су өлшеп кішкенеден қосып отырыңыздар, ұнды өздеріңіз белгілеп. Мінекей мен қамырымды дастарханның үстіне қойып тағы да илеп жатырмын. Әркім өзіне қалай ыңғайлы солай илей беруіне болады. Мен осылай дастарханның үстіне илеген маған ыңғайлы. Осылай июін әбден қандырып, жақсылап илеп алыңыздар. Қамырымызды содан соң барып демалдыруға жылы жерге жібереміз. Кез келген өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен міндетті түрде жауып, демалдыруға жіберіңіздер. Ашып, көтерілген соң біз келесі жұмысымызды бастаймыз. Мінекей біздің қамырымыз ашып, дайын болды. Біз 30 минутқа жібердік демалдыруға. 30 минуттан соң қамырымыз осылай көтеріліп, әдем болып тұрады. Енді қамырымыздың барлығын алып, тестамызды жан жағында қалып кеткен қамырларымызды салып, осылай дәл ортасынан енді 1-2-ге бөліп алайық. Бізге таразы қажет. Таразымен өлшеп біз 300 граммнан бөлетін боламыз. Әр қайсы 300 граммнан шығу қажет қамырымыз. Солай әр бөліктерге бөліп, бір багеттен шығаратын боламыз. Үлкен немесе кіші қылып шығару өздеріңізге байланысты. Қандай граммда, қалай өлшемде шығарғыларыңыз келеді, оны өздеріңіз білесіздер. Біреулер 300 граммнан, біреулер 200 граммнан жасайды. Біз үлкендеу болсын деп 300 граммнан қазір жасап жатырмыз. Енді барлығын өлшеп болған соң, осы тесталарымызды жақсылап бір илеп, домалақ пішінде барлығын бір жерге қойып қоямыз, жинап. Әдемелеп топ-томалақ етіп, бір осылай илеп шықсаңыздар болғаны қолменен. Осылай илеп, тағы да 15-20 минутқа қойып қоямыз. Тағы да кішкене көтерілгенше. Енді бізде қазір 15-20 минут өтті. Ары қарай қамырымызды алып, қолменен осылай үлкенірек етіп осылай жая бастаймыз. Қамырдың екі бетінен де жая беруге болады. Кішкене ауасы шығу үшін осылай ұрып жіберіңіздер жерге. Осылай доп-домалақ немесе сопақша етіп, кішкене қамырды ұрып жіберіп, осылай жан жағына қарай үлкейтіп алып, енді ең шеті жоғары жағынан бастап осылай басамыз. Қолменен ұшымен қаттырақ басамыз. Осылай домалақтап өзіңізге қарай алып келесіз. Және осы жерде мінекей жаңа ең соңғы болған жеріміздегі шофты астына қаратасыздар. Мінекей осылай қолменен жайып екі басын ұшын сопақшалау етіп, мына шофты астына жіберіңіздер. Бетінде тұрса ол көтеріліп кетеді табаға қойғанда. Сондықтан осылай шобымызды міндетті түрде астына қойып, сопақша етіп, біз кәдімгі багеттің формасына жасап, осылай қойып қоямыз. Келесі қамырымызды дәл осылай жаямыз. Қолменен басып үлкейтіп аламыз. Арасында ауа қалмас үшін жаңағыдай тағы да сілкіп жібереміз. Осылай созып тағы да қамырымызды үлкейтіп аламыз.
тура жаңағыдай үстінен жоғарыдан бастап басып шығасыздар. Мінекей қатты басамыз ажырап кетпес үшін. Осылай ең соңғы алдыңызға барғанша осылай айналдырып басып шығасыздар да, және қолменен екі ұшын сопақшалау етіп үстінен жай ғана басып айналдырасыздар. Қатты басуға да болмайды. Екі ұшы осылай сопақшаланады. Багет нанымыздың формасы осылай болады. Ал шопты міндетті түрде тағы да астына жіберетін боласыздар. Дәл осылай барлық қамырымызды жасап, табамызға пергамент қағазын төсеп, дәл осылай қойып шығыңыздар. Мінекей осылай табамызға салып қойдық, көтерілді. Енді ситаның көмегімен ұнды осылай бетіне сеуіп шығамыз. Әдемі форма беру үшін бұл тек қана кішкене ұн көп болса бетінен кішкене түсіріп жіберіңіздер, түсірмесеңіздер де болады. Осылай жұқалау етіп ұнды сеуіп шығыңыздар ситаменен. Енді бізге алмаз керек болады, яғни лезвие. Осының бетіне тереңдеу етіп біз осындай сызықшалар, формалар жасап шығуымыз қажет. Міндетті түрде алмазбен жасаңыздар, себебі өте әдемі түседі, тереңірек түседі. Егер де тереңірек түспесе, тағы да үстінен қайталап жасап шығыңыздар. Мінекей осылай 5-6 осылай сызықшалар жасап қойыңыздар. Қамырларыңызды тағы да жарты сағатқа демалдыруға жіберіңіздер. Көтеріліп әдем болған соң барып печкеге салыңыздар. 170 градуста 30 минутта пісіп шығады, өте әдем болып. Мінекей менде осылай салдым, пісіп шықты. Біздің нанымыз күшті, өте дәмді, осындай күшті керемет багет бізде дайын болды. Жасап көріңіздер қыздар.